Сәлем достар, менің есімім Айжан. 24 жастағы қара торы келген қызбын. Сіздерге ағамның әйелімен болған оқиғамен бөліскім келген. Ағам 27 жаста. Майра деген қызға үйленген. Майра өте сүйкімді және тартымды қыз еді. Әрине, жастарымыз жақын болған соң дереу әңгімеміз жараса кетті. Ағам үйленіп бөлек шықты. Ата-анаммен қалғысы келмеді. Ол кезде мен де жиі оларға қонаққа барып тұратынмын. Ағам кейде күндіз, кейде түнде жұмыс істейтін. Бірде ағам түнде үйде болған кезде дәретханаға бару үшін түннің бір уақытында оянып кеттім. Ағамның жатын бөлмесінен түрлі дыбыстар естіліп тұрған. Қызығушылығым оянып есігіне жақындадым. Есігі шамалы ашық қалған екен. Абайлап барып қарадым. Екеуі де жалаңаш екен. Майра ағамның үстіне шығып, ұшып қонып отыр. Ағам да ыңырсып рахаттанып жатыр. Өзімді біртүрлі сезініп кеттім. Қолым өздігінен пижаманың сыртынан күн тимесімді уқалай бастадым. Мен де олармен бірге секспен айналысып жатқандай сезіндім. Бірақ олар мені көрмеген болатын. Солай ойлағанмын. Бірақ көп ұзамай өз-өзіме келген соң дәретімді сындырып, орныма қайта жаттым. Түсімде үшеуміздің бірге болғанымызды көрдім. Таң атқанда ештеңе болмағандай әрекет еттім. Бірақ Майраның әрекеттері біртүрлі еді, маған басқаша көзбен қарай бастады. Не түс көргеніме дейін сұрады. Әрине, мұндай сұрақтардан кейін түнде мені байқап қойды ма деген ойлар келді. Бірақ қалай байқайды? Сонымен ол күні де ағам кешке жұмысқа кеткен. Үйде жеңгеммен екеуміз қалғанбыз. Мен ұйықтауға бөлмеме кеткенмін. Пижамамды киіп енді ұйықтауға жатқанмын. Майра бөлмеме келіп есікті жапты. «Есіктен сығалап қайтесің?» деп сұрады. Мен де түсінбеген сыңай таныттым. «Түнде бізді бақыладың ғой. Мен түнде болғанда айнадан есік көрініп тұрған. Сенің бақылап тұрғаныңды көргенмін», деді. Бұл сөздерден соң мойындамаудың еш мағынасы жоқ. «Жаман ниетім болған жоқ», деп шындығын айттым. «Ұнады ма?» деп сұрады. Мен де бір жағынан ұялып, бір жағынан қорқып ұнағанын айттым. Жаныма келіп үстіндегі көрпешені ашты да сандарыма отыра кетті. Мен тітіркеніп кеттім. «Уайымдама», деп денемді жаймен сипалай бастады. Сонан еріндерімнен нәзік түрде бір рет сүйді. Ішім алай-дүлей болып кетті. Жеңгем де жаймендеп сүйе бастады. Қолымен емшектерімді сипап мені жұбатқысы келгендей болды. Шынымды айтсам, өзімді өте ыңғайсыз сезіндім. Туған ағамның жұбайы менің көңілдесімдей. Сосын орнынан тұрып үстіндегілерін шешіп тастады. Барлық байлығы көз алдымда еді. Қайта үстіме жайғасып, пижаманың астына қол сүңгітіп жіберді де қайталап емшектерімді уқалай бастады. Емшектерімнің ұшынан қысқанда мен алғаш рет ләззат ала бастағанымды сездім. Сосын пижамамды шешіп, алақандарымен екі анарыммен ойнап, құмарлана емшектерімді ұштарын жалай бастады. Сосын жаймендеп төменге қарай түсті. Бір алақаны түрсігімнің сыртынан күн тимесімді сипалай бастады. Жоғары төмен бойлап, күн тимесімнен артыма дейін сипалап әбден қоздырды. Бір әрекеттерден соң мен де ағам секілді ыңырси бастадым. Бірақ бұл тек бастамасы екен. Сандарымды мейлінше ашып, басымен сүңги кетті. Түрсегімнің сыртынан жалай бастады. Мен шыдай алмай оның басынан сипап, ары қарай тереңірек кіргенін қаладым. Бірақ ол мені теріс қаратып тұрғызып, арқамнан сүйіп, тағы да анарларымды уқалай бастады. Сосын түрсегімді шешіп, құйрығымнан 2 рет шапалақпен тартып алып, умаждап сүйді. Одан қайта күн тимесіме ауысып, сүйіп, жалап, оңашада өзімді қалай қуансам, солай ол да мені рахаттандырды. Мұндай әрекеттерден соң суланып кеттім. Майра да мұны байқаған соң құмарлана жалай бастады. Бірақ мен әлі де қыз едім. Сондықтан абайлауды сұрадым. Жеңгем болса бетіме қарап күлімсіреп, «Мына G нүктесі» деп сол түсті жаймен нәзігірек уқалады. Мен шыдай алмай шыңғырып жібердім. Бірақ жеңгем бұған қарамай ісін ары қарай жалғастырды. Керемет сезмеді.
Өз-өзімді қанша аймаласам да мұндай сезімді алғашқы рет жасадым. Қайталап күн тимесімді жалай бастады. Мен болсам ыңырсығаннан басқа ештеңе жасай алмадым. Сосын аяқтарымды көтеріп, екі қолыммен сандарымды ұстап тұруды сұрады. Мен еш қарсылық көрсетпей айтқандарын істедім. Ол болса саусақтарымен жыбырлатып, күн тимесімен ойнап сосын артыма ауысты. Әрі қарай сипап, бері қарай сипап, менің әбден қытығымды келтіріп, сосын абайлап саусағын артыма сұға бастады. Менің дауысым көтеріліп кетті. Бірақ бұл жолы да жеңгем бұған назар аударған жоқ. Бір жағынан саусағын тығып қайта шығарып жатса, екінші жағынан күн тимесімді сүйіп жалап жатыр. Ісін бітірген кезде терілеп, шаршап ештеңеге шамасы келмей жаныма ұзана кетті. Менің де халым ұқсас еді. Бірақ демалған соң менің қызығушылығым оянып, оның да күн тимесін ұстап көргім келді. Абайлап қолымды апардым, суланып тұр екен. Жеңгем тартынба деп қолымнан ұстады да өз күн тимесінің үстінен уқалата бастады. Әлі де тартынып жатқанмын. Саусақтарыңды ішіне кіргіз деді де екі аяғын барынша ашты. Абайлап ішіне кіргізгенімде өте ыстық екен. Вакуум секілді, менің саусақтарымды өзі ішіне тартып жатқандай. Тартынған күйі қолымды сұғып қайта шығардым. Жеңгем болса тезірек деп өтінді. Мен де айтқанына көніп жылдамдата түстім. Қолымды шығарғанымда сілекейдей жабысқақ суға толы еді. Жалауымды сұрады. Мен де тілімнің ұшымен жалап көрдім. Әрине керемет дәмді деп айта алмаймын, бірақ бұл менің алғашқы тәжірибем еді. Демек, бұдан кейін үйренетінім дүнием көп деген сөз. Басымнан кешкен бұл хикаядан кейін бұрынғы Айжан емес едім. Қыздардың денесін аңсаған жаңа Айжан болдым. Бұл менің тек алғашқы қадамым еді. Барлығы әлі алда.